Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бар болған екі ағзаттан дайындалатын әрі уксус қосуды қажет етпейтін личоның ең қарапайым түрін жасайтын боламыз. Ең алдымен көкөністеріміздің барлығын аршып тазалап турап алатын боламыз. Бұрышты қалауларыңызша кішірек етіп турасаңыздар болады. Дан кейін қызанағымызды ет тартқыштың көмегімен тартатын боламыз. Толық ингредиенттерді видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сіздерде дәл осы рецептпен 8 литрдей личо салаты шығатын болады. Достар, видеом ұнап жатса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал егерде сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуға кеңес беремін. Алда көптеген рецепттер шығатын болады. Қызанақты тартып алдық, енді отқа қойып қайнататын боламыз. Әрі бір қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз, қант салып, қызанағымыз әбден піскенше қайнататын боламыз. Қызанағымыз әбден қайнап дайын болды. Енді үстінен бұрышты салып, шамамен 35-40 минут көлемінде ары қарай қайнататын боламыз. Міндетті түрде түбіне тегізіп араластырып тұруды ұмытпаңыздар, түбі жабысып күйіп қалуы мүмкін. Бұрышымыз пісуге 10 минут уақыт қалғанда қара бұрыш, лавр жапырағын, чеснок қосып, тағы да қайнатамыз. Ең соңында қайнап жатқан салатымыздың үстінен сұйық май құямыз және де бір араластырып оттан түсіретін боламыз. Банкаларымызды мантоваркада 20 минут көлемінде булап алатын боламыз. Қақпақтарында бір ыдыста қайнатамыз. Ал енді салатымызды ыстық буланған банкіге құямыз. Банканың қақпағын закрывашканың көмегімен жақсылап жабамыз. Әрі жабылғанын тексеру үшін үстел үстінде банкаларыңызды сәл жатқызып, ары бері дөңгелеткенде аузынан ешқандай да су ештеңке тамбауы қажет. Дайын болған банкаларымызды қақпағын төмен қаратып, жылы орап тегіс жерде әбден суығанша қоятын боламыз. Одан кейін қысқыға сақтайтын жер қойма немесе погребке апарып сақтайтын боламыз. Мінекей дайын салатымыздың түрі дәл осындай болып шығады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қарапайым дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.